Фархат, фамилиям Ермеков, 19 жылдан бері осы желілік маркетингпен айналысам, сетевой маркетингпен айналысам. Негізі профессиям бойынша заңгермін, да? Заңгерлер бар ма залда? Мен коллегаларым, да? О 3-4 адам бар екен, да? Негізі заңгермін. Осы Астанада Казгуяны қызыл дипломға бітіріп, әскерге барып, бас прокуратурада қызметте жұмыс істеу керек болған, да? Бірақ өмірдің заңы жаңағыдай сол кезде сетевой маркетингке кіріп, осыдан бері 19 жыл айналысам, да? Осылай бір презентацияда 19 жылдан бері сетевой маркетингпен айналысам десем, мен ойлап қалыпты, жасым 19-да деп, естімеген адамдар ше жаңағыдай, да? Бірақ мен Гүлжан ханым жасымды айтып қойды, 39-дамын да қазіргі таңда. Сол үшін де қараңыздар, ең бастысы мынандай нәрсе. Осы арада апта сайын 5 миллион теңге тапқысы келетін адамдар бар ма? Апта сайын. Ну, в принципе, бәрі отыр да жаңағыдай, да? Я. Мен сол туралы айтам, ақша туралы айтам, путешествие айтам, да? Не себептен? Өйткені қараңыздар. Жаңа Гүлжан ханым айтты, да? Егер де біз дұрыс тамақ ішпесек, дұрыс су ішпесек, дұрыс нетпесек, біз не болады? Организмда тотығу процесі басталады, дұрыс па? А енді сіздер қараңыздар. Сіздерде 10 кредит болған кезде, да? Қарыз болған кезде, жалдамалы пәтерде тұрған кезде, сіздерде мен сізге айтайын, вдвойне тотығу процесі болады. Түсініп отырсыздар ма, да? Қазір неге адамдарда настроение жоқ, білесіздер ма? Байқайсыздар ма? Жалпы, қоғамда настроение жоқ. Байқасаңыздар, мысалы да? Особенно автобуста келе жатқан адамдарда, жаңағыдай, да, мысалы да? Енді рас қой, енді Инстаграмды ашып қалсаңыз, именно автобуста ұрысып төбелесіп жатады ғой, жаңағыдай адамдар, да? Неге? Өйткені адамдарда жаңағы жоқшылық дейді ғой, айтқан кезде, да? Сол до такой степени қазір жоғары, что тауып атқан табыстар адамдарға жетпейді өздеріне. Түсініп отырсыздар ма, да? Сол үшін де мен всегда айтамын ғой, күйеуі мен әйелі жатқан кезде бір-бірін жақсы көріп, күліп ойнап жатады да, таңертең тұрған кезде бір-бірін жек көріп тұрады екен, жаңағыдай, да? Осыған күйеуге айтпаса да бетіне ішінен ойлайды, да? Осыған күйеуге шыққалы жаңағы кредиттен көзім ашылмады деп жаңағыдай, да? Немесе жаңағыдай күйеу ойламайды дейсіздер ма, күйеу де ойлайды да жаңағыдай, да? Түсініп отырсыздар ма, да? Блин, ана көршінің қызын ала салу керек еді, қазір Инстаграмнан жап-жақсы блогер болып жүр екен деп тұрсыз ба, мысалы да, былай қарасаңыз, да? Енді білесіздер ғой, блогерлар жаңағыдай кішігірім кәсіпкерлер ақша табады, да? Сол үшін мен сіздерге айтарым, бүгінгі таңда мен сіздермен кішігірім сол ақша туралы сөйлесем, да? Енді қараңыздар, бізде бизнеста ақша қайдан келеді? Вот көп адамдар сұрайды, Мерхат мырза, ақшаны тауып жатырмын дейсіздер, ақша қайдан келеді? Енді ақшаға келетін болсақ, бір нәрсені айта кетейін сіздерге. Партнерлар бар ма? Қолдарыңызды көтеріңіздерші, партнерлар, именно партнерлар. Жақында сіздерде кабинетте мынандай нәрсе пайда болды, байқайсыздар ма? Суммарный бонус деген. Да? Ол не нәрсе? Общий. Я, бірінші күннен бастап қанша табыс тапқандарыңызды көрсетеді, дұрыс па? Да? Бірінші күннен бастап, да? Өздеріңіз көріп отырсыздар ма соны? Иә. Ұнап жатыр ма цифралары? Иә. Біреуге ұнап жатыр, біреуге ұнамай жатыр, иә? Анау біреуге көрсетші десем көрсеткісі келмейді де, айтады да, ой, менікі аз деп қояды да жаңағыдай, да? А енді сіздер қараңыздар, сіздердің алдарыңызда компанияның бірінші чегі тұр, ойлаңыздар, да? Сіздерге интересно ма? Менің 1 жыл 5 айдағы табысым. Конечно. 1 жыл 5 айда Мерхат мырза қанша тапты екен деген интересно ма сіздерге? Да. Ол жақында ғана шыққан функция, мен сіздерге айтайын. Біз вообще міне Ұлан мырза бар, мен бар, біз вообще санамаппыз жалпы компанияда қанша ақша тапқанымызды. Әйтеуір Аллаға шүкір, апта сайын тауып отырмыз да жаңағыдай, да? Түсініп отырсыздар ма, да? Бірақ сіздерге интересно, дұрыс па? Енді ақша қайдан келеді деген сұраққа жауап берейін. Есіміңіз кім болады? Міне Мөлдір ханымды мен бүгін бірінші рет көріп тұрмын. Дұрыс па? Мен сізді танымаймын. Бірақ фильтріңізді көрсетіп қойыңызшы, жоғары көтеріп. Қараңыздар, Мөлдір ханымда біздің фильтр бар, көрдіңіздер ма? Да? Енді ең қызығы, Мөлдір ханым осы фильтрдан су ішкен сайын компания маған ақша төлейді. Сол үшін көбірек ішіңіз, хорошо? Сіз что-то аз ішіп жүрген сақалдысыз что-то. Тез ішіңіз. Неге? Білесіз бе? Өйткені мына картридж бітеліп қалады да, оны Мөлдір ханым ауыстырады. Сол кезде компания маған ақша төлейді. Көрдіңіздер ма, да? Немесе нонисок, рахмет сізге. Нонисок бар ғой, иә? Ішіп жатсыздар ғой нонисокты, иә? Сол каждый нонисокты ішіп бітірген сайын компания маған ақша төлейді. Түсініп отырсыздар ма, да? А кезінде мен сізге айтайын, мен 2 адамға айтқам осы бизнесте. 2 адамға айтқам. Осыдан жаңағы 1 жыл 5 ай бұрын біз осы New Wave компаниясын Қазақстанда бастап отырмыз. Қазір Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақстан, Ресей, Қытай мемлекеті, да? Мына жақта Европа қосылып жатыр. Түсініп отырсыздар ма, да? Вот қандай масштабирование, сіздердің 1-2 адамға айтқан бизнестарыңыз қазір қандай масштабированиеде жүріп жатыр, көрдіңіздер ма, да? Енді жаңағы сұраққа келетін болсақ, иә, қараңыздар. Или көрсетпей қойын ба? Сіздер сразу ақша сұрап жүрмеңіздер, иә? Мен бір рет сөйткен ғой жаңағыда, неге қоя салған ғой, ақша алып жатқанды сторисқа, иә? Мә, аларға сообщениялар кеткен ғой жаңағыдай, да? Шошып кеттім, мә, босқа қойдым ба деп, иә? Вообще
Алыс анау кезіндегі мен сетевоймен айналысқанда негізі адамдар былай айтқан басында ше жаңағыдай да мынау қаңғырып жүр. Иә? Мынау не істеп жүр? Ана сумкасын арқалап деп мен MV деген компаниядан бастағам да, 5 жыл сол компанияда жұмыс жасағам да. Сол кезде айтқан, мынау не істеп жүр вообще, иә? Не істеп жүр? Мынау ана досканы арқалап, сумканы арқалап, продукцияны арқалап, жап-жақсы жаңағыдай участковый болып, немесе КНБ-ға кірмейді ма деп адамдар көптеген сөз айтқан, дұрыс па? А когда 10 жылдан кейін мен $1 миллион таптым осы сетевой маркетингтен да, сол кезде не айтқан білесіздер ме? Біз білгенбіз деген ғой. Туыстар айтқан ғой, біз білгенбіз. Осы бір жерден шығады, біз білгенбіз. Осы көзі жанып тұрған кезінде деп, а на самом деле ол айтпаған сөздер жоқ. Түсініп отырсыздар ма да? Сіздер туралы да бүгін солай біреу айту мүмкін да. Бірақ ертең аптасына 5 миллион теңге аласыз ғой да? Вот сол кезде сізде басқа энергия пайда болады. Түсініп отырсыз ба? Сіз бәрін жақсы көре бастайсыз. Қандай мөлдір, әдемісің, күштісің, иә? Сіз есіңіз кім болды? Мадина вообще супер красотка, иә? Бәрін жақсы көре бастайсыз. Неге білесіз бе? Оның барлығы энергия ғой. Түсініп отырсыздар ма да? Адамды айтып отырмын ғой мен сізге. Жаңағы Гүлжан ханымда неге онда энергия бар? Өйткені ақша бар. Түсініп отырсыз ғой да? Рас айтамын мен. Ұлан мырзада неге онда энергия бар? Ақша бар да оларда. Түсініп отырсыздар ма да? Енді қараңыз, бізде сіздер каждыйларыңыздың кабинетін ашқан кезде бізде мына жерде рейтинг деген нәрсе бар. Рейтинг деген нәрсе бар мына жерде. Рейтинг дегенді басатын болсаңыздар, ашпай қойыңыз, суын ашып аласыз. Сіздер қарап отырсаңыздар соны. Рейтинг деген нәрсе бар. Көрдіңіздер ма да? Осы рейтингта компанияның бірінші чектары тұр мына жерде. Көрдіңіздер ма да? Міне мына жерде көрдіңіз ғой, Ермеков Мерхат та. Еще басыма корона кигізіп қойды мына жерде. Мына жерде міне Ұлан мырза, Гүлжан Аманбай ханымды, сол кісілер, міне Нұрболат мырза. Қараңыздар, сіздерде бүгін Астанада компанияның әлем бойынша 3 топ чегі тұр да мынарда алдарыңызда. Түсініп отырсыз ғой да? Который апта сайын 3 миллион, 5 миллион, 7 миллион, 10 миллион тауып жатқан. Түсіндіңіздер ме да? Ең қызығы мен сіздерге бір дүниені көрсетейін.